Сәлем достар, стадионда кешкі серуен. Осы кешкі серуенде уақытты кетірмей сіздермен шамал ойлармен бөлісе отырайын деп едім. Көп адамдарды естіп жатқанда мәселе медитация жасай алмаймыз деп жатады. Мен де жасай алмайтын, мен де ол бірден адам болмайды екен медитация. Медитация деген негізі біреуге бір аптада әсер етеді, біреуде бір айға әсер етеді. Маған мысал, мен білмеймін, бір 3 айда ма 4 айда әрең әсер еткен шығар. Әсіресе Москвадағы семинардан кейін Джо Диспензаның. Сол кезде мен түсіндім, ана кімнің Джоның даусынан прям сразу кірген кезде медитация деген күшті екен ғой деп, оған дейін мен даже кірмей де жүргем ғой, альфа состояние деп жатады ғой. Сондықтан одан кейін ауылға келсем, өзім қайттым ғой үйіме. Қайтадан кіре алмай қалдым да, неге альфа состояние. Не үшін десем, ол жаңағы адам атмосфера, жаңа жерге барған кезде, жаңа бір ойлар неған кезде өзгереді адамның миы. Ал күнделікті үйде бір сізге таныс жағдайда медитация жасайтын болсаңыз, қатты әсер бермеуі мүмкін. Сондықтан лаж болса кейде бір қатты әсер болмай жатқан кезде неге шығыңыздар, табиғат аясына шығып жасаңыздар. Таңертең паркке шығып жасау керек.